көтеріп жатыр. Осыны айту керек қой, мысалы, ана ардақтар жаман айтып Жоқ, ма қазақтың оянғаны біраз адамға керек емес болып тұр ғой. Нұсқадан тура бере алмайды, өйткені цензура бар ғой. Иә. Шығармай қояды. Сонда мына өкінішті сөзі бар әуезовтің. Мүрсейіт қолжазбасы бойынша бөлек Абайдың жинағын құрастыру ойда болып еді, оның моллалығы пәле болды ғой дейді. Дінге қанған тіл ғой мынау. Бірақ ол тілді бере алмайды ол қоғамда. Енді көне шағатай тілі, ол бай тіл, парсы, түркі тілі. Соның бәрін оқу үшін жаңағы кісі енді 5 жыл уақытын құртқан ғой, осыны шұқылап отырып. Оригиналды Диар Қонаев алып берді. Сол кісі алып берген мына кісілерге, айналысыңыздар деп. Енді ғылым академиясы өткенде өздері шақырып бұл кісілерге құрмет жасап жаңағы Әбекең ағасына. Өздерінің қолынан келе алмаған нәрсе бар. Абай танушы 3 адам бар дейді. Жаңағы біреу Әуезов, екіншісі Мекемтас, Мырзахмет. Төте жазуды білетін ана Оралман қандас бауырларымыз бар ғой. Олар да мынаны оқи алмайды. Мынау ғой оригинал. Мынаны оқи алмайды. Төте жазуды оқи алмайды, ешкім оқи алмайды. Араб тілін білетіндер де оқи алмайды. Бұл көне парсы шағатай тілі ғой. Өте қиын да бұл. Абай сонымен жазған еді. Абай сонымен жазған. біраз уақыт кеткен екен. Бізде тіл 26-ға дейін араб болды да, 26-тан 40-қа дейін латиница болды. Таза Абайдың жазғаны. Латиница болды, 40-тан бері қарай кириллица ғой. Абайдың мына өзінің несі. Қолжазбасы ма? Бұның ішінде Мүрсейіттің жазбалары бар, Абайдың аузынан естіп отырып жазғандары бар. Абайдың өзінде жазғандары бар екен ішінде. 1-2 қағаздары бар. Көбісі Мүрсейіттікі ғой. Мыналар, иә? Мүрсейіт өте білімді жігіт болған. Не деген почерк мынау? Мынаны сақтау үшін мазаратта сақтаған ғой. Мазаратты кәдімгі әбден орап Көмген ғой. көмген. Ашаршылық жылдары. Бала шағаларын аманаттап кеткен. Кейін солар қазып алып академияға кетіп берген ғой. Енді бұл кітапты дайындап болды. Қолдау сұраған, ешқандай қолдау жоқ. Ардақ Назаровқа Әбекең арқылы шығып, Ардақ осының бүкіл шығынын көтерген ғой. Бәрі өзі көтеріп 2000 данамен тегін шығарып берді да, бұл кісінің қолына 1000 дана берді. Өзі тегін, бір тегін сұраған жоқ. И бұның жаңағы презентациялардың барлық шығындарын ары бері қалалардағы бәрін өзі көтеріп отыр. Осыны айту керек қой, мысалы, ана ардақтар жаман айтып Жоқ, ма Ардақтың мынау еңбегін шайтандар өмірі кешпейді ғой. Қияметке дейін кешірмейді ғой. Мынау біздің Бұл ақиқат қой, ақиқатты көре алмайды қазақтың ғой. оянғаны біраз адамға керек емес болып тұр ғой. Ал Абайдың шығармашылықтарының бәрі ояту ғой. Мен қазір қара сөздеріне кірсем, бәрі ояту ғой. Тек оятуға шақырады. Басқа вариант жоқ ол жерде. Кәсіпке де, білімге де, ғылымға да, өнерге де ояту, тек қана ояту. Тамаша. Ардақ Назаровқа риза болдым. Мына ғылыми еңбек. Мен сізге Ардақ Назаровқа бүгін ертең хабарласайын. Жалпы риза жігіт.